Тоқым. Мынау ер тоқым. Ер тоқым. Мынау үзеңгісі. Үзеңгінің қалай киізеді? Ажаны тиіз бермек үшін, иә. Бұлай салынады. Ой, машаллах. Ағырана білмейсіз. Салдырып салады екенсіз, иә? Бүйтіп салынады, мынаның бәрі орнына бұлай келеді. Келгеннен кейін бұлай Жай жіберіледі, иә. Жіберді. үркітпей. Мынау тартпасы. Тартпа деп артқысын айтады ғой, айыл деп алдыңқысын ба? Жоқ әлде? Айыл артқы. Айыл деген тартпа деген бір. Екеу бір. Просто тартпа деп кейін шығып кеткен, бұрын қазақша айыл деп айтады. Әйтеуір екеуі бір алдыңқысын чак тартпа дейді. Арт жағына тартпа. Алда жылжыма үшін. екеуінің біреуін айтар, айыл біреуін тартпа деп үйрететін еді атамыз. Өмілдірік дейді. Алда. Өрге шыққан кезде артқа кетіп қалмау үшін. Ер тоқым, иә? Төске кетеді. Төске кетеді. Осыны телевизияларда білмей жатады. Не екенін мағынасын білмейді деп ойлаймын. Ол артқы жылжымас үшін сән деп жасағанда жіптесті де ол, бірақ сән деп көрдің ба? Бұл қазақ атасы сән деп. Сән деп тұрып салған. Өмілдірік бұлай байланады міне, байланғанда. Бұлай бүйтіп байлай саласың міне. Мына өмілдіріктің асты Тартпаның тартпаға киіледі міне. киіледі. Міне мына қарай кет. Мына тартпаға. Мына тартпаға киіледі. Тартпаға киілгеннен кейін мынау не айылға не бұлай тартыла береді. Бұның өзінің байлау әдісі бар. Сырмақ байламайсың. Оны беталғапты байламайсың. Шешілгенге жаңа неғанға оңай болу үшін міне бұланы астынан алдың. Тартқанға да оңай болады. Мынаны бұлай өткізесің ғой міне. Өткізгеннен кейін мына бұлай айландырасың. Міне. Бүйтіп гүлдеп байлай саласың. Мынау кейін шешер кезде мына тартпаны тарта салады. Бәрекелді. Әкел сайлап. Мынау құйысқан дейді. Мынау құйысқан ана өрден түскен қарай ылдиға түскен кезде жаңағы ер тоқым алдыға кетіп қалмау үшін мына құйысқан бұлай киіледі. Киізе береді ғой мынау аяғын, иә? Міне құйысқан бұлай. Мынау бұлай киіледі құйысқан. Құйысқан несі міне ерге байланады міне. Ер тоқым осылай тұрады. Бәрекелді. Сайлау кел. Мінетін кезде тізгін Бәрекелді. тізгін бәрі. Ер тоқтатса ша, ер тоқтаттың ба? Тартпас. Бірінші міне кезде жігіттер мына тізгінді бұлай қолыңмен ұстайсың міне. Жалмен бұлай бірге ұстап. Жалмен ұстайтындар. Жалмен бірге. Сол аяқты саласың, оң аяқты асырып. Осылай мінесің. Сол жағынан мінесің де? Сол жағынан мінесің. Мініп түскен кезде. Жоқ, оң жақ. Негізі қалай? Қазақ болсын оң жақ деп есептейді де. Оң жақ. Оң аяқты лақтырады ғой. Оң жақ деп есептейді. Ман жақты сол жақта мінбедің не істейсің? Өзінің бір кедергілері бар ғой. Аяқ. Жаңағы мінген кезде жаңағы қазақтар не бойынша жаңағы сол қол істеген кезде оң қолмен не қойды, жаңағы шариғаттарда солай жазылған. Жаңағы оң қол сол қолмен дәрет алсам, оң қолмен жаңағы не қылмайсың деген сияқты. Қамшы болады оң қолда сосын. Иә, оң қолда қамшы болады. Қамшы қазір мен алып кетейінші. Сол қамшыны. Аттың өзін мінгенде көрдің, бала көрдің, мініп тұр, дұрыс көрдің, дағанса аяғын бүйтіп салып тұрған. Соңына салмайды, иә. Ұшынан салып нетмейсің, көрдің ба? Салғанда Құлақ қалған кезде үзеңгіден аяқ оңай шығу керек дейді, иә? Иә, бір бала қайтыс болды, үзеңгіде аяқ кетіп қалған үшін. Қамшыны оң қолда ұстайды. Сосын атты мінгенде обязательно етік, анда кроссовкамен мінсең кіріп кетеді да. Содан ілініп қалып жүреді. Бұрын қырым етіктер киген қазақтар. Қырым етік қазір бізде анау современный краги дегендер бар бөлек. Негізі қырым етікпен ғой. Хром етіктермен сондаймен киілген. Жүгенді бір таныстырсаңыз, жаңа жазылмапты. Міне жүген мынау ауыздық дейді.
Мынау мұрындық, мынау кекілдік, мынау сағалдырық дейді. Мынау тізгін. Тізгін, шылбыры. Шылбыр менен тізгіннің айырмашылығын айтып берсеңіз жастарға. Тізгін атты. Иә. Тізгін деген ол мына атты ары бері бұрып жаңағы тоқтатып жүргізу соған арналған. Сол мақсатта. Мына шылбыр деген атты жаңағы бір жерге келген кезде жаңағы атты байлап қойғанға, жаюға, ұстап жүргенге, жетектегенге ұзын болады, Бұлда тұрады, иә? Ер тоқымның басында тұрады. Ердің қасы анау, не үшін, не мақсатта бұл қас? Қас енді жаңағы ұстау үшін, жаңағы не қылу үшін, бүркіт қондыруға арналған ғой, бір жағы. Мысалда, ана алыс жол жүрген кезде жаңағы көп нәрселерге пайдаланған ғой бұны. Мойын іліп қояды, жаңағы атторба болады. Бүгіндік тамағында мысалы. Мына жерде негізінде мына жерде жаңа бөктерге байлайтын нелер болған енді қанжығалар енді мына жерде қазір жоқ. Мынау современный қылып жасап қойғанбыз. Негізі мына қанжығалар мына жерде тұрады. Мына бөктерге жаңа бөктеріп, неге бөктерге орап бөктерін байлап қояды. Сол бар. Түскен кезде оң аяқ шығарасын да сол аяқпен былай қалай мінді солай түседі. Қалай міндің солай түсесің. Бәрекелді. Міне, жастарымызға ат жайы біраз мәліметпен таныстырдық. Енді мынаны таныстырған ағамыз. Шешкен кезде атты мысалда тізгінді алып байладың, шылбырды. Байладың бірінші ер тоқымдан бастайсың, үзеңгіні мына қазақ ер тоқымдарға басына бүйтіп кигізеді. Екі жағын, что ана ат үркіп кетпесін, тибесін деп өмілдірікті шешесің. Дұрыс айтасыз. Өмілдірікті. Содан тақпа. Тартпаны шешіп алғаннан кейін алды өмілдіріп түседі. Өмілдіріктің бір жағы байлаулы тұра береді. Бұлай бір келкі ала саласың. Бәрі істесеңізші.